Салауат жарысына қатысып жүріп, мен де оқырмандарым біраз оқиғалармен бөлісіп жатыр менімен бірге. Кеше ғана бір қыз салауат жарысына қатысып жүріп, бір өте әдемі керемет түстер көріп жатыр. Одан кейін аузымнан не шығады, не ойлайын дейді, солар қабыл болып жатыр дейді. Мен таң қаламын дейді. Ішінен ойлаған едім, осындай бір керек еді деп ойлаған едім, солар қабыл болып жатыр дейді. Және де мынау не бар ғой, бір очкиім сынып қалды дейді. Машинаға кіріп бара кезінде. Со очки сынып қалған екен. Соменен үйіне келгеннен кейін қайын інісі бір очки әкеп берген екен. Қымбат очки әкеп берген екен. Соны айтады, мен әшейін ойлаған едім мен дейді. Бірақ Аллах тағала сол қайын інім арқылы маған очки әкеп берді. Мен не сұрасам соның барлығы қабыл болып жатыр. Айтпесе дейді, мен 100 мыңдап, 200 мыңдап айтып жатқан жоқпын дейді. Со 2 мың, 3 мың, 4 мың ары кетсе дейді да. Соны айтып жүрмін. Соның өзінде өмірімде кәдімгідей өзгерістер пайда болды. Жұмыссыз отырған едім, жұмыс пайда болды дейді. Жан жақты Аллах тағала мынау қаржыдан қысылып жатқан кезінде қайнап келіп ет беріп жіберді дейді. Осындай ақшалар келіп жатыр жан жақтан дейді. Көмек ретінде де келіп жатыр дейді. Балашасы бар, күйеу балашасы бар семья ғой жаңағы келіншек. Мен оны танимын. Өйткені мен Алматыға барған кезде мені күтіп алған қыз болды. Сол күніге де Айнұр әпше осындай болды, Айнұр әпше осындай болды деп менімен бөлісіп жатыр. Ойламаған жерден Алланың ризықтары келіп жатыр деп жатыр. Сондықтан салауатты үзбеңіздер. Салауат Аллахумма солли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад деп айтасыздар. Мен жерде экранда жазып кеттім.